Нұр-Сұлтан және Алматы қалаларынан Петропавлға келген ғалымдар мен қоғам қайраткерлері Жамбыл ауданы Петровка ауылында Барлыбаевтардың әулеті мазарының ашылуына қатысты. Сонымен қатар 1918 жылы Міржақып Дулатов бастаған алашордашылар ұйымдастырған жиналыс болған орынға барып, ескерткіш тақтан ашты. Кейін Пресновка ауылының мәдениеті үйінде өткен Солтүстік Қазақстан және Алаш халықаралық ғылыми-теориялық конференцияға қатысты. Барлыбай Шәукерұлы қазақ хандығының 18-ші ханы Абылайдың тұсында өмір сүрген. Қолбасшының әскерін қару-жарақ пен табын жылқымен қамтамасыз етіп, көптеген мәселелердің шешілуіне зор үлес қосқан. Барлыбайдан тараған кейінгі ұрпақта аса білімді, мәдениетті әрі көреген азаматтар болған. Сол жандардың құрметіне Жамбыл ауданы Петровка ауылында салтанатты түрде мазар ашылды. Мазардың құрылысына Барлыбай атамыздың ұрпақтары өз қалталарынан 15 миллион теңгеге жуық қаржы бөлген. Барлыбай атамыздың 4 баласын 4-еуі де атағы шыққан кісілер, бәрі қажылыққа барған кісілер, өз заманында үлкен кәсіпкер болып, халыққа еңбек істеп, би болыс болған аталарымыз. Оның ішінде Тәбейдің баласы Тәштит, Алжыған атамыздың баласы Ақыш, Көкен Сері атамыз. Мінеке осы кісілер осы қорымда, осы зираттың жеріне өз заманында жерленген. 1917 жылдың желтоқсан айында Орынборда 2-ші жалпы қазақ съезі өтеді. Ол жерде Алаш автономиясының қарулы әскерін жасақтау туралы шешім қабылданады. Алаш әскерін жасақтау, оны қару-жарақпен, киім-кешекпен жабдықтау мәселесіне әр өңірдің беделді әрі дәулетті байлары да белсене араласады. Солардың қатарында Барлыбайдың немересі Әлти Қажы да бар. Еліміздің іргетасын бүтіндеп, шекарасын шегелеп берген Алаштың ардақты ұлдарының бірі. Ақын жазушы, қоғам қайраткері Міржақып Дулатов 1918 жылы дәл осы жерде жиын өткізді. Сол кезде оған осы өңірге танымал болған Әлти есімді би қолдау көрсетіп, Алаш әскерін құруға көмек көрсетті. Сол жылдың шілдесінде Әлти Қажының қонысында Қызылжар және Көкшетау уездерінің 22 болыс өкілдерінің қатысуымен үлкен жиналыс өтті. Кей деректе жиында әр ауылымен болыстан келген 15 мың, енді бір құжаттарда 20 мың адам бас қосты делінген. Олардың басты мақсаты Алаш мемлекетінің әскери кеңесін құру еді. Ол кезде қазақтың ішінде қазақтан шыққан кәсіби офицерлер, әскерилер аз болатын. Сол себепті Алаш әскері сол күннен бастап жасақталған. Сол күннен бастап емес, сол әскери кеңес құрудан бірнеше ай бұрын осы Семей қаласында тұңғыш Алаш армиясының тұңғыш атты әскер полкі жасақталып, әскери жаттығудан өтіп, сол Семей қаласында Әлти деген бабамыз сол Алаш әскерін құруға қаржы бөліп, жылқы бөліп, жігіттерін жинап берген кісілердің бірі. Кейін Нұр-Сұлтан және Алматы қалаларынан Петропавлға келген ғалымдар мен қоғам қайраткерлері Солтүстік Қазақстан және Алаш халықаралық ғылыми-теориялық конференцияға қатысып, Алаш партиясының құрылуы, тәуелсіз Қазақстанның тарихындағы рөлі мен орны туралы өзара пікір алмасты. Бүгінгі конференцияның маңызы, елдік деңгейдегі дәрежесі бәріміз үшін биік. Өйткені Солтүстік Қазақстан бүгінгі күні еліміздің көзінің нұры, намысының қайрағы, сонымен бірге өзі желдің өтінде тұрғандықтан тарихымыз бен тағдырымыздың өткелі болып отыр. Осыны ескере отырып, ел зиялылары, әсіресе алаштанушылар, Алашты солтүстік өңірмен байланыстырып, тағы бір парықтау, зерделеуді маңызды деп есептеді. Шара барысында қонақтар Жамбыл ауданының атақты тұлғалары атты көрмені де тамашалай алды. Майгүл Сейілбек, Әділ Нұржанов, жаңалықтар қызметі.